Әбіш Кекілбаев. Үркер. 17 ғасырдағы қазақ хандықтары жоңғар мен қақтығыс, көрші алпауыттар мен қарым-қатынас және кіші жүздің Орыс империясына қосылуы. Қазақ тарихындағы қадау-қадау бұл оқиғалар Үркер романына арқау болды. Тарихи туындыда тәуекелшіл жолбарыстың, ашушаң арыстанның дәуірі өтіп, айлакер түлкінің заманы туғанын түйсінген Әбілқайыр хан алыстан толғап, кең піше ойлайды. Кіші жүз руларын патша дәргейіне алу жайлы Орыс еліне елші жіберіп, сыртқы саясатқа тыңнан түрен салуы соның бір көрінісі. 40 кісінің ақылы болса да, хан Қарашаға, ер жүрек батырлар мен ел ұйтқысы болған төбе билерге сүйенеді. Әділеттің ақ жолынан таймаған Төле, Әйтеке, Қазыбек билер талай сындарлы сәтте ел билеушісін сынақтан сүріндірмей алып шығады. Үш жорғаның жұрт алдында бір-бірімен кермар келгенін көрген ешкім жоқ. Бірі бастап берген әңгіме, екіншісі қостай жөнелгенде тотығыстың қауырсынындай құлпырып, аяқ астынан ажарланып жүре беруші еді. Роман ханның маңдай алдынан әлсіз бозаңытып көтеріліп келе жатқан топ үркер жарғындай ел үмітіне, баянды болашаққа бастайтын тірлігіне талпынған көңілде үміт шырағының маздай жануымен аяқталады. Жол шыққанда Үркердің маңдайынан туғанын жақсылыққа жормаушы ма еді? Үміт артсаң, Үркерге қара деуші еді ғой. Үркердің қарсы алдыңда туғаны маңдайыңның ашылайын деген мекен. Әбілқайырдың хандық қалыбымен қатар адами мінез құлқын терең ашқан туындының жалғасы 1984 жылы Елең алаң деген атпен жарық көрді. Қос туынды қазақ прозасының үздік үлгілері ретінде тарихта мәңгі қала бермек.